Bismillah, alhamdulillah, wadahu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Так, таусмейт болса қолыңызды көтерейік. Қазір мен комментарий қосам, может сол жерге жазуға болады. Дауыс естіліп тұр ма? Дауыс естіліп тұрса қолыңызды көтерейікші. Ага, хорошо. Так, кеше біз қай жерге келіп тоқтадық? Кеше біз келіп тоқтадық Мунафират. Біз кеше әйелдердің категорияларын бөлдік. Әйелдердің категориялары бөлінеді. Так. Қара қарғаның ішінде ақ қарға сияқты бөлініп тұратын әйелдер. Бұлар кімдер? Олар ашуланған кезде өздерін ұстай алатын әйелдер, және оған зұлымдық етсең, оған сабыр ете алатын әйелдер. Яғни сабыр ету деген нәрсе, яғни күйеуінің артынан өсек айтып, күйеуінің кемшіліктерін жария ететін адам емес. Бұл әйел кім? Бұл әйел сабыр ете алатын әйел. Және біз айттық, жеңіл мінезді, яғни тез ашуланып, тез болатын әйелдерді біз жеңіл мінезді дедік. Бұлардың барлығы бізде хайырлы әйелдердің санатына кіреді. Егер әйел сдержан болатын болса, ашуланған кезде өзі ұстай алатын болса, ешкімге шағымданбайтын болса күйеуінің үстінен, және күйеуінің тапқан мүлкін оңды солды шашпайтын болса, бұл әйелге не деген дәреже беріледі? Алла сұлуға, Аллахтың қызметшісі деген не беріледі? Атақ даңқ беріледі. Енді біз айттық, кез келген сынақ бізде екеу, қайғылы сынақ және қуанышпен келетін сынақ. Қайғылы сынақ дедік, бұл адамның өміріндегі сынақтар бітпейтін. Ауырасың, не болмаса қиналасың, бірақ сен көнесің. Одан басқа сенде выход жоқ. Біз айттық, бұл сынақтардың барлығы қайғылы сынақ. Ал қуаныштың сынағы деп отырған бізде не? Бұл дінмен сыналу. Ахмад Ханбали рахималла айтады, біз бұл сынаққа шыдап бере алмадық деді. Одан кейін біз айттық, тағы да әйелдердің категориялары Абу Умайя радиаллаху анху Омардан келген жеткізеді хадисті. Не дейді? Әйелдердің категориялары. Бірінші категория бұл сосуд проблема и смута. Яғни всегда проблема менен смута шығара беретін әйелдер. Всегда недовольны, всегда проблема шығара береді. Ешқашанда довольны болмайтын әйел бұл сосуд проблема и смута. Екінші категория бұл сосуд для детей рождения. Только бала туудан басқа жұмысы жоқ. Яғни бала туады, оны кім үшін туып атқанын өзі білмейді, әйтеуір көтеріп қойыппын, тудым деген нәрсе. Ал ол балаға дін үйрету, балаға ислам үйрету, оның ешқандай да жұмысы жоқ. Сондайды не дейді? Бұл әйелдер только сосуд бала тууға арналынған. Үшінші әйелдер бұлар күйеуіне қиыншылық кезде қуантпайтын әйелдер. Яғни қиыншылық келген кезде күйеуіне ауырлата беретін әйелдер. Мысалы, күйеуі тоқал алған болса, не мен, не тоқал. Не болмаса, не мен, не сенің балаң. Не енең, не мен деген сияқты не айта бастайды? Оған қиыншылықты арттыра бастайды. Көрдіңіздер ма? Сонда бұл біздегі үшінші категориядағы проблемалы әйелдер. Төртінші категория бұл скверный характердегі әйелдер. Скверный характер әйелдер, бұлар всегда недовольны. Үйге келсең қабағы түйілі, тамағы дайын, бірақ өмірі дейін недовольны. Басында крыша бар, балдары жанында, күйеу әйтеуір қолынан келген істеп жатыр, бірақ бұл әйел тағы да недовольны. Бұл әйелді кім айтады? Бұл әйелді скверный характердегі әйелдер деп айтады. Енді осы жерде тағы бір хадисте көрсетіледі, Аллахтан мунафираттан защита сұраңдар дейді. Аллахтан мунафираттан. Сонда қасына сахабалар сұрайды, мунафират деген не? Мунафират деген нәрсе, бұл Аллахтың назарынан қалған адам. Яғни Аллах ол адамнан назарын бұрған. Ол қандай адамдар? Бұған бірінші категория вероломный имам. Вероломный имам бұл сенің хақыңды алады, бірақ сенің хақыңды бермейтіндер. Не болмаса өзінің авторитетін пайдаланып, халықтың ортасында өзін бір орын алатын адамдар. Өзінің авторитетін пайдаланып, білген жасайтын имамдар.
Бұлардан Аллах назарын тыс алып тастаған. Екінші, Аллахтың назарынан тыс қалған адамдар, бұлар скверные соседтер. Скверный сосед деген кімдер? Скверный сосед дегенге мына қасында тұратын көршің емес, именно одан басқа тоқалдар мен бәйбішелер кіреді. Яғни скверный сосед деп отырған нәрсе бір-бірін аңдайтын достар. Не болмаса бірін аңдайтын тоқалдар мен бәйбішелер. Бір-бірін аңдайтын мұсылман бауырлар тоже осы скверный соседқа кіреді. Бұлар қалайсында, бұлар жүрегі мен көзі аңдудан босамағандар. Яғни анау тоқал туып қойып па, бәйбішеге күйеуін сыйлап қоймап па, күйеуім тағы да үйленейін деп жатқан жоқ па, анау ұл туып қоймап па, мынау бүйтпеп па, мынау сөйтпеп па деп всегда бағана жүрегі мен көзі аңдудан тыныштық таппайтындар. Қасындағы бауыры өсіп жатса, мә өсіп кетті, мә ана жерде оқып жатыр екен, что-то бірден жасау керек та, оған не дейді, оның жүрегі мен көзі одан тыныштық таппайды. Аяғынан тартып отыратындар. Жамандық көрсе жария ететіндер. Бұлар кімдер? Аллахтың назарынан тыс қалған мұнафираттар. Әркім өзінің дәрежесін көре берсін осы кезде. Үшінші дейді, Аллахтың назарынан тыс қалған мұнафираттар, бұлар дейді, күйеуіне бар кезде күйеуінің үстінен жүріс жасайтын әйелдер. Күйеуі бар кезде жүріс жасайтын әйелдер деп отырғаны, бұл жерде бағана именно зина емес, басқа еректерге көз салу. Басқа еректерге көз салу, мысалы инстаграмда отыр, басқа біреуге қызығу, мә мынау менің күйеуім болғандағы, да, болмаса анау аған как повезло, да, маған өмір осылай бір не жүрмейтін, не қоймайтын еркек келді маған деу, не болмаса бағанағы немене машинасы, да, басқа бір заттары бар еректерге қызығу, не болмаса денесі качок-качок болатын еректерге қызығу, да, мына еректің денесі қалай күшті, менің еркегім денесі сүмелек, ешқандай пайдасы жоқ. Бұлардың барлығы кімдер? Күйеу бола тұра басқаға көз салатын әйелдер. Не болмаса бұның ішіне кіреді, күйеуінің артынан әңгіме айтатындар. Қазір біреуге жақындап кетсең болды, күйеуін жамандайды. Күйеуім бүйтпейді, күйеуім сөйтпейді, бұндай да сондай, всегда күйеуінің үстінен шағымданатын әйелдер, бұлар кімдер? Мұнафираттар, яғни Аллахтың назарынан тыс қалған әйелдер. Көрдіңіздер ма? Не болмаса бағана армандайтындар. Мен мына еркекке емес, ана басқаға қосылғанымда года бывший әйеліменен, бывший күйеуімен өмір сүремде, мен может успешная женщина болар едім да, бағанағы бизнесмен әйел болар едім деп, бағанағы армандайтындар, да? Бұлардың барлығы неге кіреді? Сатқындыққа кіреді. Яғни даже әйелдер ойламасын, кейбір әйелдер бізде өздерінің бағанағы бывший күйеулерін армандайды, елестетеді даже. Өзінің қасында күйеу бар, но ол өзінің новый күйеуіне риза болмайды да, ол не істейді, ол ана бывший күйеуді елестетеді. Олардың барлығы сатқындыққа кіреді. Сатқындық бізде екіге бөлінеді. Скрытный и явный деген. Скрытный деп отырғаны бағана ойменен елестету. Ойменен басқа біреудің күйеуін армандау, ойменен басқа бір еркектің денесіне қызығу да, мен де күйеуім осындай бір качок болса ғой, менің де күйеуім осындай болса ғой деп армандаулар, бұлар скрытный сатқындыққа кіреді. Күйеуінің сыртынан әңгіме айту, істемеген нәрсені істеді деп айту, бұлардың барлығы скрытный сатқындыққа кіреді. Ал явный сатқындық деп отырғаны бұл жерде, бұл кәдімгідей ауызбен айтады. Мұсылман әйелдер бір-біріне жиналған кезде бағанағыдай бір-біріне айтады. Мә, ананың күйеуі деген мындай ғой, мынаның күйеуі сондай ғой да. Бұларға уже явный, ашық түрде жасалынып жатқан сатқындықтар. Көрдіңіздер ма? Бұл әйелдер ойламасын, мен еш білмейді, страшно, мен главный зина жасап жатқан жоқпын, проблема жоқ деп. Жоқ, бұлардың барлығы сатқын әйелдер, и бұлардың бейнесін, айқын бейнесін Аллах бір күні ашады. Не бұл өмірде, не ана өмірде. Субханалла, Енді зина жасалу үшін прямой адам зинаға бармайды. Дұрыс па? Кез келген адам прямой зинаға бармайды. Адам зина жасау үшін ол не істеу керек? Ол құлағымен, көзімен, қолымен, аяғымен алғашқы шақтарды жасау керек. Содан кейін барып ол не істейді? Ол содан кейін барып зинаға барады. Кез келген адам прямой сразу тақ еткізіп зинаның үстінен түспейді. Ол не істейді? Ол бірінші көзімен,
қарайды бағанағы біреудің күйеуін или біреудің әйелін, иә. Сосын құлағымен ести бастайды ол адам туралы жақсы нәрселерді. Ол деген бай екен, ол деген күні түн тренировка жасайды екен, ол деген өз өзіне қатты қарайды екен. Уже әйелде не кете бастайды? Ой кете бастайды. Көрдіңіздер ма? Одан кейін қолмен аяқпен. Особенно бізде күйеуі түрмеде отырған әйелдердің арасында бұндай зинаның түрі өте көп тарады. Күйеуі түрмеде отырады, әйел үйінде уже 7 жыл, кейбіреуінікі өмірлік да отыратындар. Ал ол уақытта басқа еркектер оларға типі көмектескен болады. Тамағын әкеліп берген болады, картобын әкеліп берген болады. Ал ол аралықта ол әйел онымен не істейді? WhatsApp арқылы жазысады. Ахи, маған картоп керек. Ахи, менің светін төлеп тастау керек та. Хорошо, біз не дейміз? Хорошо, сенің жағдайың түсінікті, сенде үзір бар. Но сен қандай жол таңдадың? Сен харамный жол таңдадың. Сен басқа біреудің күйеуімен сен жатсың. Енді кейбір әйел өзін ақтауы мүмкін да. Ой, сестра, олай емес, мен ол жерде жаман нәрсе жазып жатқан жоқпын, өзім мұқтаж болғаннан кейін жазып жатырмын деп та. Бірақ біз не дейміз? Зинаның аты зина дейміз. Сен оған қат айтын келсе, через әйелі арқылы айтуға болады. Ал әйеліне айт десең, біздің көп сестралар өзінің күйеулерін қызғанады. Түрмеде отырған күйеуі бар әйелден қызғанады. Менің күйеуімді тартып алады. Менің күйеуіме как раз тоқал керек. Сөйтеді да оған үйленіп алады дейді. Бағанағы мұқтажы бар бауырының мұқтажын жеткізбей, жасырып күйеуін оған жібермейді. Яғни бат, давай екеуміз картоп алып берейік, давай екеуміз свет апарып берейік, давай екеуміз бүйтек сөйтек деген әңгіме жоқ. Ол не істейді? Ол күйеуін өзіне бір жекеменшіктеп алған зат сияқты тығады да тұрады. Ал мұқтаж бар бауырдың жағдайын ешкім ойламайды. Сосын оларды осы амалдары арқылы не кетереді? Зинаның скрытный түріне итермелейді. Яғни ол да әйел. Сонда есіктің алдына басқа бір еркек келген кезде, енді күйеуі түрмеде отырған әйелдің дауысы, оған қолынан ұстауы, зат беру кезінде бәрі еркектің көзі түседі. В конце концов, қазір бізде көп осы зинадан туылып жатқан балалар. Бәріне кім кінәлі келеді? Үйде отырған скверная әйел. Егер әйел үйде отырып, күйеуін меншіктеп алмай, қалтасына салып алған зат сияқты, бір өзінің құлы сияқты айтқан істеткізіп, бір зат сияқты оны бір тыға бермейтін болса, бұны нәрсе болмас еді. Ол не істейді? Бір ол күйеуді бір жекеменшіктеп алып, оған айтқанын жүргізгісі келеді. Осының себебінен қоғамда не пайда болады? Қоғамда әділетсіздік пайда болады. Көрдіңіздер ма? Скверный әйелден туындайтын аурулар. Сондықтан біз айтамыз да, шайтан бұл жолдарды мына кіші да, көзбенен көру, ойлау, армандау деген нәрселердің барлығын әдемі қылып көрсетеді. Ең соңында бұл шайтан адамды неге келеді? Зинаға алып келеді. Ал бұл әйел ойлауы мүмкін, енді мен мұқтажбын да, менде үзір бар, бұның барлығы майда шүйда деп. Жоқ, біз бұлардың барлығы шариғаттағы сатқындық, күйеуіне зұлымдық жасау есептелінеді. Лұқман алейхиссалам айтты, балам дейді, бұл өмірде қайырлы әйел, приятный әйел да, бұл адамның басына жағып қоятын май секілді дейді. Мына шашқа жағып қоятын әдемі майлар болады. Иіскеген кезде иісі әдемі, адамның шашы жан жаққа жайылмай әдемі болып тұрады. Сондай сияқты дейді. Жақсы әйел. Ол әйел дейді, күйеуін өңін кіргізіп көркі сыйлайды. Яғни түрі әдемі болып, күйеуі өзгеріп та жақсы жаққа қарай бастайды дейді. Және бұл әйел дейді, еркектің басындағы корона сияқты. Алмастан не болмаса бір бриллианттан жасалып қойған сияқты. Ол тәрізді ешкім алмастыра алмайды басқа нәрсеменен. Бұны праведный, не болмаса преданный әйел де айтады. Не болмаса достойный әйел. Көрдіңіздер ма? Ал енді осы жерде Лұқман алейхиссалам опасыз әйелдің бейнесіне не береді? Сипат береді. Яғни скверный әйел деген кім әйел? Қалай біз оны ажыратамыз? Салихалы әйел менен скверный әйелдің арасындағы айырмашылықтар. Скверный әйелдің качествосы, бұл әйелдің тілі ешқашан тоқтамайды. Өлгенге дейін тоқтамайды. Яғни жан жағын жайпай беретін әйелдер. Бірдеңе десең айқайлайды, бірдеңе десең бажылдайды, бірдеңе десең всегда недовольна. Бұл әйелдер кімдер? Бұл әйелдер скверный әйелдер. Бұл әйелдердің тілін только өлім, не болмаса тозақтың оты ғана тоқтатады бұл әйелдерді.
яғни күйеу жоқ кезде артынан өсек айту, күйеуінің кемшілігін жария жасау, не болмаса күйеуінің артынан істемеген нәрсені істеді деп айту, иә, күйеуінің айтпаса да енесін жамандайды, не болмаса басқа бір бауырын жамандайды. Бұл әйелдердің тілі дейді, тозақтың отымен ғана тоқталады. Яғни бұл скверный әйелдің качествосы. Екінші дейді, бұл әйелдер дейді өзінің вниманиесін қалайды, яғни өзіне внимание аудару үшін бірінші орынға қоюға таласады. Яғни біздің сипат, иә, көп әйелдер өздеріне внимание требовать етеді күйеуінен. Мен де адам емеспін ба, маған да көңіл бөлмейсің ба, неге менімен сөйлеспейсің, неге сен бұндай емессің, неге сен сондай емессің. Яғни күйеуіне жұмыстан шаршап келсе де, басқа бір шаруамен айналысып жатса да, сен өмірі маған көңіл бөлмейсің, сен маған вообще әңгіме айтпайсың меніменен. Всегда бұл әйелдің шығарып жатқан фитнасы не? Өзін бірінші орынға қойғысы келеді. Понимаете? Не болмаса біздегі әйелдер күйеуіне сөзін жүргізгісі келеді. Менің айтқанмен тұр, менің айтқанмен жүр, отыр, ана жерге барғанда ана киімді кисейші, мына жерге барғанда мынаны айтсайшы, мынаны алып бара салсайшы, күйеуіне бұйрық береді. Не үшін? Өзін бірінші орынға қойғысы келеді, чтобы күйеуі, бұл күйеуіне емес, күйеуі оған бағыну керек та. Ал егер күйеуі бұған бағынбайтын болса, күйеуі бұның айтқанын істемейтін болса, не басталады? Үйде фитна басталады. Сен маған көңіл бөлмейсің, сен мен айтқанымды істемейсің, мен саған ешқашанда жамандық ойламаймын, сен қалай бұны түсінбейсің, кете береді. Не үшін? Өзінің дегеніне жету үшін жасалынып жатқан амалдар да бұлар. Өзінің дегеніне жету үшін істейді бұны адам. Не болмаса бала бағу. Мен бала баға берем ба, ұлды ұл бағу керек, қызды қыз бағу керек, өзің бақсайшы, бұндай да сондай. Бұлда не? Өзіне бірінші орынға қос. Яғни менің айтқанның заңы болу керек бұл үйде. Сенің емес, менің айтқан дейтіндер. Бұлар кімдер? Бұлар скверный, опасыз әйелдер. Субханалла. Үшінші категория скверный характерге кіретіндер, да. Бұлар өз айтқанын істемесе, яғни баласы или күйеуі бұның айтқанын істемесе дейді, бұлар дейді, как будто бағана өгіз сияқты өкіретіндер дейді. Субханалла. Бала айтқанын істемесе, біз не істейміз? Біз айқайды саламыз, артық кетіп бара жатса, қолымызды алып жүгіреміз. Дұрыс па? Или қазір күйеуіміз біздің айтқанымызды істемесе, біз сразу талаққа жүгіреміз. Үйде ене бірдеңе айтқанымызға көнбей қалып, мен бұл үйге құл болу үшін келдім ба, мен бұндай да сондай, робот емеспін деп бағанағы өгіздер сияқты өкіретін әйелдер. Ешқашанда бір спокойно отырып бір проблеманы шеше алмайсың ол әйелмен. Өмірі айқайлайта тұратын әйелдер. Бұлар тоже опасыз скверный әйелдерге кіреді. Одан кейін тағы скверный әйелге кіреді, күйеуі келген кезде недовольны түрін көрсететіндер. Ал күйеуі кеткен кезде артынан қарғайтындар. Бұлар кімдер? Бұлар тоже скверный мен опасыз әйелдерге кіретіндер. Яғни күйеуі келген кезде өмірі бір алдынан жүгіріп шығып, ой жаным келдің ба, күнім келдің ба деген ондай отношение жоқ. Иә келдің ба? Келдің ба? Сен істепсің да, не мен үшін істеп жатсың ба? Мен ба осы үйде тамақ жеп жатқан? Деген недовольны тұр. Всегда. Бір киім, бір түр, бір эмоция. Субханалла. Және дейді, күйеуі кеткен кезде қарғайтындар. Күйеуі кеткен кезде қарғайтындар қазір особенно тоқал алған кезде бастайды. Мен 15 жылдан бері сенің балаңды туып, денсаулығымды құртып, сенен бірге өмір сүріп жатқан кезде, сен қалайша тоқал аласың, Құдай алдыңнан жарылқамасын сені. Құдай жолыңды ашпасын сенің. Құдай бәрібір менің хақымды алып береді ертең. Сен менің хақыма кіріп атсың дейді. Қандай хаққа кіріп атқанын өзі білмейді. Бұл әйелдер тоже кімдер? Бұл әйелдер тоже опасыз, сатқын, скверный әйелдерге кіреді. Субханалла. Әрі қарай айтады, бұл әлемде бүкіл жамандықты тоқтатуға болады, бірақ скверный әйелдің қатысуынан болған ауруды емес. Яғни скверный әйел біз айттық, бұл бағана өзінің несін ауруларында, зависть, қызғаныш, көре алмаушылық деген ауруларын несейді, ол жұққызады күйеуіне. Көрдіңіз ба? Соны нейді? Соны аурулар деп айтады. Жұғатын әйелден болатын аурулар. Бұлар дейді,
бұл ауруларды тоқтата алмайсың дейді. Бүкіл ауру тоқтата аласың, тұмауды тоқтата аласың, там любой ауру тоқтата аласың, кроме скверный әйелден келетін жүректің скрытный ауруларына сен емдей алмайсың дейді қашанда. Бұл әйелдер дейді, қараңғы түнде тонналап ағаш көтеріп жүрген әйелдер, шал сияқты дейді. Яғни тонналап ағашты көтереді, бірақ бұл шалдың күші жоқ қараңғы түнде. Яғни бұндай әйелдерді айтып жатыр, скверный әйелдерді да. Бұлар өздерінің шамасы келмейтін нәрселерді көтергісі келеді. Мысалы әйел өзінің айтқанын орындағысы келетін, өзінің дегенін жеткісі келетін, өзінің айтқаны болмай жатқан кезде мінез көрсететін әйелдер, бұлар дейді қараңғы түнде әлсіз шал келе жатыр. Тонналап ағаш көтеріп келе жатыр. Ол адам оны көтере ала ма? Ол адам оны көтере алмайды. Діттеген жеріне жете алмайды. Өйткені түн қараңғы, өзі әлсіз шал, көтергені тонналаған ағаш. Көрдіңіздер ма? Сондықтан бұндай әйелдерді әлсіз, адасқан, қараңғы түндегі шалға теңеген. Лұқман алейхиссалам әрі қарай айтып отыр. Балам дейді, сен үшін дейді, скверный әйелдің қасында болғаннан көрі, сен дейді орманның ішінде сені жарып өлтіретін жолбарыстың, қасқырдың қасында болған әлде қайда хайырлы дейді. Яғни просто скверный әйелдің қасында болғаннан көрі, сен қай жерде бол дейді, саған зиянын тигізбейтін, яғни сенің ар-намысыңа, сенің артынан өсек айтпайтын, бірақ сені жейтін, сені өлтіретін қасқыр менен жолбарыс әлде қайда хайырлы деп жатыр. Бұндай опасыз әйелдер себепсіз жылайды дейді. Бұндай опасыз әйелдер өзінің діттегеніне жете алмады, сосын біздікілердің көбісі не пайдаланады? Истериканы пайдаланып жылап жатады. Мен деген бүйткенде, тоқалған кезде особенно, мен деген 15 жылдан бері өмірімді саған арнағанда, баланы туып денсаулығымды құртқанда, сен менің қадірімді білмедің деп. Дұрыс па? Бұлар дейді себепсіз жылайды. Яғни сенің жылап тұрған себебің не? Себебің шариғатта көрсетілмеген. Және дейді, бұл дейді, как будто өзінің притеснениеге ұшыраған әйел сияқты жылайды. Яғни, как будто бұны біреу ұрып атқан сияқты, как будто біреу бұған тамақ бермей, үйде қол құсатып, аяғын байлап, төбесінен ұрып отырған сияқты, өзін не істейді дейді, притеснениеге ұшыраған әйел сияқты көрсетеді дейді. Но самом деле бұл әйел өзі притеснениеге емес, күйеуін притеснениеге ұшыратып жатыр дейді. Яғни, өзінің амалдарыменен күйеуіне зұлымдық жасап жатыр дейді. Самом деле бұл әйелде ондай қиыншылық болып жатқан жоқ. Көрдіңіздер ма? Бұндай әйелдер дейді, күйеуіне қиянат жасайды дейді. Күйеуіне болсын, бауырына болсын, жан-жағын жасаған амалдарының барлығы бір қиянат жасау, және ол сөйлеген кезде только жахилдігімен сөйлейді дейді. Жахилдігімен сөйлейді дегендер бір ойын нақты айта алмайды. Тек айқайлауды ғана білетін адамдар. Кішкене бірден болсан айқайлайды, айтқан істемесең өсектейді сенің артыңнан, айтқаны жеткізбесең сенің артыңнан бұқтан жасайды. Бұның барлығы наданның амалдары да. Және бұл әйелдер дейді, как не сияқты дейді, жылан, жан жаққа он шашқан жылан сияқты дейді. Анаған барып бір жамандайды, мынаған барып бір жамандайды, баласын барып жамандайды, күйеуін барып жамандайды, әйтеуір жан жаққа у шашатын әйелдер. Сонда Лұқман алейхиссалам не айтып жатыр? Скверный әйел дегеннің сипатын бізге ашып жатыр. Чтобы біз скверный әйел менен хайырлы әйелдің айырмашылығын білуіміз үшін. Қиянат жасаушы, қасына бірден айтсам всегда недовольны, өзіне внимание требовать етуші түрлі жолға баратындар, өзін притеснениеге ұшыратса өтірік жылайтындар, қасына жақындасаң он шашандар, не болмаса енді тағы да айтады әрі қарай. Күйеуінің артынан сөйлеп қана қоймай, басқа еркекке қараушы. Көрдіңіздер ма? Бұлар не? Бұлар тоже скверный опасыз әйелдердің қатарына кіреді. Бұндай әйелдерден балам сен сақтан дейді. Яғни Лұқман алейхиссалам өзінің баласына не деді? Осындай әйелді көрсең, сен одан алыста деп отыр. Ал бізде бұл качестволардың барлығы бар. Әрі қарай келеді. Әйелдердің отырысынан ешқандай да хайыр жоқ, кроме Аллахты еске алған отырыстан басқа.
яғни әйелдердің тағы бір категориясы, бұлар бағанағы отырысты жібермейтіндер. Да? Ана жерде ақиқа болып жатыр екен, мына жерде уәлима болып жатыр екен, мына жерде бірдеңе болып жатыр екен, мен барып келемін дейді да, барады. Ол отырыстан дейді, әйелдердің басы жиналатын отырыстан хайыр жоқ. Только қай отырыста хайыр бар, кім Аллахты еске алатын отырыс болса. Яғни кафе бардан шықпайтын, қонақтан қонақ қалдырмайтын, не айтатын әңгімесі жоқ, не істейтін амалы жоқ үйінде. Сосын ол не істейді? Ол сыртқа шыққанды сүйеді. Тек далаға шыға берсе, қыдыра берсе, үйге кірмесе, да мен төрт қабырғада отырып шаршадым, бүгін шықсам не болыпты, да қашанға дейін үйде отырам, менің де жүрегім бар шығар, мен де даланы көруім керек шығар, мен де бұндай шығар, мен де сондай шығар деп не істейді? Ол әйел банағы отырыстан отырыс қалдырмайды. Бұл әйелдер қонаққа барғанда да айтатын әңгімесі жоқ, сосын не істейді? Бұлар отырып алып бір-біріменен бағана өсек айтады, не болмаса бір-бірінің бағанағы кемшіліктерін түзе бастайды. Бұл әйелдер дейді, не істерін білмей жүрген әйелдер, яғни олардың мақсаты жоқ. Особенно әйелдер бағана үйде тұрады, ұйқыдан тұрады, сосын әрі қарай не істейтінін білмейді. Ұйқыдан тұрам, тамақ істеймін, балдарды мектепке жіберемін, әрі қарай істейтін амалы жоқ. Сосын олар әйел не істейді? Ол әйел далаға шыққысы келеді. Анаған звондайды, давай далаға жүріп қайтайық, шымши шақып қайтайық, біз неге келсе шай ішейік, давай мен барайын саған. Сосын бұл әйел не істейді дейді? Бағана істейтін тірлігі болмағаннан кейін әр жерге шығып өсек айтады. Не болмаса бір аздан кешке тілі болмаған кезде телефонмен жатып алып сөйлеседі. Бүйтті, сөйтті, анау деген бүйтті, анау деген ажырасыпты, өзіне қатысы жоқ әңгімелерді айта бастайды. Бұндай әйелдерден хайыр жоқ. Бұлар тоже скверный, опасыз әйелдердің қатарына кіретіндер. Бұл әйелдер дейді, жиналынған кірпіш сияқты дейді. Бағана үй салған кезде кірпіш саламыз ғой бір-бірінің үстіне, да? Бұл кірпіштерді жинайсың дейді, астына от қоясың дейді. От қойған кезде ол ысып, әлгі оттың себебінен кірпіштің барлығы сынады дейді. Кірпішті қоясың, астынан от жағасың, от қатты қызған кезде кірпіштер қызып не істейді, олар сынады. Көрдіңіздер ме? Мына әйелдердің отырысы дейді, жиналған және өртелінген кірпіш сияқты дейді. Бұл қалай? Бағана әйелдер барады, уәлимада отырады, ақақа, екеке, сосын не істейді? Бағана от бұл өсек. Отырып алады, өсек айтады. Мынау ажырасыпты, мынау бүйтіпті, мынау сөйтіпті дейді. Сосын келесі жалғастырады. Сөйтеді да, бағанағы кішкентай жағылған от не істейді? Ол үлкен алауға айналады. Сөйтеді да, бүкіл кірпішті не істейді? Бүкіл кірпішті өртеп сындырады. Яғни бағана айтылған өсектер олардың өмірінде жасаған жақсы құлшылықтарын не істейді? Өртейді. Яғни сен өмір бойы қайтап намазыңды оқып, құлшылығыңды жасап, бәрін істеп барасың, анадай хайырсыз ортаға барасың да күнәлардың ортасында отырып, өсегіңді айтасың, өтірігіңді айтасың, бұқтаныңды айтасың, енеңді жамандайсың да, сосын істейсің, сен сонда бағана отқа өртелген кірпіш сияқты осы күнге дейін жинаған сауабыңнан айырылып, нөл болған күйде қайтасың. Бұндай күйде қайтып атқан қанша әйелдер бар да, субханалла. Бұлар дейді, бұл әйелдер бағана жиында не істейді? Өзінің жинаған сауабын ғайыппенен өртейді, бұқтанменен өртейді, өздеріне қатысы жоқ нәрсеге араласып, жинаған сауаптарын өртейді. Өздерінің тілімен әлемге у шашады. Яғни босқа отырмайды, ол даже кейбір әйелдер бар, өзінің өткенін айтады. Мысалы, мен баяғыда мынадай жігітпен жүргенмін да, сол жігітке үйленгенімде мен бұндай болмас едім да, бір қалай болмады, сол брат жақсы еді дейді. Мен ол адам кімге айтады? Қасындағы бағанағы сестра пухтишкаға айтады, аманат ешкімге айтып қойма енді, да, уже 15 жыл, 20 жылдан бері уже күйеуіменен уже шаршап кеткен әйелдер айтады бұл әңгімені. Сосын ол айтқан адамы басқа біреуге айтады, сосын ол басқа біреуге айтады, ол барады да басқа, сөйтіп бұл әңгіме кімге келеді? Бұл әйелдің күйеуінің құлағына жетеді. Оказывается, сенің әйелің армандайды баяғы бывший жігітін. Сонда бұл әйел какой-то бір отырыста өзінің бүкіл өмірінде жинаған сауабынан айырылып қана келмейді, бұл әйел не істейді? Күйеуіне смут алып келеді. Күйеуінің басын көтеріп еркектердің арасында жүруіне кедергі жасайды бұл әйел. Бұл әйел опасыз, скверный әйел.
тозаққа отын болатын әйелдерді айтады бұларды. Субханалла. Қараңыздар да. Аманатты тарату, яғни мысалы біз аманат береміз біреуге да, сен ешкімге айтпа деп, қазір ондай нәрсе сақталынбайды. Қазір бір-біріне айтады, өйткені делать нечего, мақсат жоқ, екі қол бос, тамақ тоқ, сосын адамның көбісі өсек айтады отырып. Бұл кезінде мысалы пайғамбар уақытында өмір сүрген әйелдер аманат сақтайтын болды, жақсылыққа шақыратын болды, жамандықтан тиятын болды, ал қазір әйелдер ондай емес. Біреу өсек айтып жатса, екіншісі тыңдап отырады. Мә, субханада, астағфирулла, не повезло, Алла сақтасын деп қояды. Сенің бауырыңа жаныңның ашымайтындығы осы кезде көрінеді. Саған біреу өсек айтып отқан кезде, сен айтуың керек, сестра, қойыңыз, бұлай айтпаңыз деп, ол әйелді тоқтату керек. Бірақ бізде именно тоқтатуға келген кезде біздер ұялып қалады. Өмірде ұялмаған ұят сол кезде ұстап қалады. Қой, енді айтып жатыр ғой, сөзін қалай бөлем, жалғастыра берсін. Не істейді? Ол үндемей отырады. Я, машалла, астағфирулла, дұрыс болмапты, ана күйеуінің тоқалған дұрыс болмапты, қанша жылдан бері сен көмектестің ғой, ана енеңдей сен отымен кіріп күлмен шығып жатсың, сенің қадіріңді білмейді, вообще ол әйел де вообще дұрыс емес, ертең Алла жазасын береді ғой дейді. Аллаху акбар. Бірақ қазір әйелдер азайды, қой. Қазір Аллахтың қаһары келсе, екеумізді жерге жұтқызады деп айтатын әйел жоқ қазір. Отыра береді. Деп. Сонда бұл әйелдер не істейді? Бір-бірін тозаққа тартады. Екеуі отырып балаларын жамандайды. Менің балам саусақ сорады. Менің балам мен айтқанды тыңдамайды. Менің балам бұндай, менің балам сондай. Қандай әйел, өзінің баласын солай унижениеге түсіреді басқаның алдында. Әр баланың кемшілігі болады, әр баланың плюсы болады. Әр еркектің минусы болады, әр еркектің плюсы болады. Сенің де плюсың бар, сенің де минусың бар. Бірақ біз оны еске алмаймыз. Біз не істейміз? Бағанағыны рахаттанып, аузымыздан суымыз ағып, мен бүйттім, мен сөйттім деп бағана бастайды. Екіншісі оны тоқтатудың орнына ол оған келіп қосылады. Менің де күйеуім оңған сиырдың боғы емес. Ол да сондай бір нәрсе. Менің де балам тыңдамайды, вообще білмеймін не істеу керектігін. Кезінде біз бұндай едік, кезінде біз сондай. Яғни, бағана жахилдігімен сөйлеу, білімсіз сөйлеу осы кезде басталады. Әйел барады, ұқтишка барып, өзінің проблемасын айтады. Бұндай, енем сондай, балам сондай. Ол адамда оған жол көрсететін білім жоқ. Неге сен ол адамға барасың? Өйткені сен өзің надансың. Сен жахилдіктің бер жағында қалып қойғансың. Сен өзің кітапты оқып, қарап, ізденуге болады, бірақ саған сенде как да, үйде қонақ бар, ене бар, тамақ бар, шай бар, сенде білімге уақыт жоқ. Бірақ біреуге барып, баланың кемшілігін айтқан кезде, проблемаларын айтқан кезде сенде уақыт табылады. Уақыт табылады. Сосын ол отырған әйелде сен сияқты. Әркім досының көшірмесі қыздар. Сен қандайсың, сенің досың сондай. Ол да оқымайды, ол да бір ізденбейді, ол да үйде отырмын айтып, альхамдулилля, машалла, қадыралла отыра береді. Сосын қасына біреу келген кезде, ол білімсіз гәпіреді. Менің де балам сондай, менің де балам саусақ сорады, не страшно, кезінде бізде саусақ соратын едік қой, қояр дейді. Сосын адамда не басталады? Адамда бәрінде сол сияқты, это нормально деп басталады. Это ненормально. Бірақ ол причинаны білмейді. Ол ізденбейді, оған қызық емес та. Көрдіңіздер ма? Мысалы, бізде қанша сестралар бар, кезінде білім талап еткен сестралар болды. Қарасаң, анау деген андай, манау деген ананы оқып тастапты да, қазір ондалар аз. Неге? Өйткені досты тартады. Сен бағана бірған адамың, мысалы, мен біреуге барсам, мен барамда айтам, сестра, мен бүгін барсам болама, уақытыңыз болама, да? Егер олай делать нечего болатын болса, маған айтады, кел, әрине, есік ашық, машалла, кел. Сосын шайды құяды, там бірдеңелер істейді. 3 сағат, 4 сағат шымшық шағып, просто так әңгіме кетіп қалады. Ал егер ол білім талап ететін адам болатын болса, ода уақыт болмайды сен әңгіме айтып, сенің проблемаңды тыңдауға. Сестра, не үшін келесіз? Қандай проблемаңыз бар? Сенде сол кезде айтатын жауап болмайды. Сен қипықтайсың, жай просто барайын деп едім. Сосын не дейді? Сестра, ренжімеңіз, менің уақытым жоқ.
менің үйімде жолдасым бар, балаларым бар, кейін бір қолым босағанда айтармын дейді. Сен істейсің, сен тыйыласың. Вот это достан айырылмау керек. Ал біздікілер оны істейді, оны одан сайын көп. Бір рет айта қойып едім, шақырмады, мен айтып едім, қол тимей жатыр екен, вообще қонақтың қақын бермейді деген әңгімені айтады. Ол самом деле ондай емес. Ол әйел просто уақыт жоқ өсек айтуға. Ол әйелдің уақыты реттелген. Сағат 1-де сабаққа кіремін, сағат 2-де домашний заданиемді орындаймын, сағат 3-те баламның тамағын беремін, сағат 4 үйді жинаймын, сағат 5-те ужинымды жасаймын деген ода автоматически график бар. Ал сенде график жоқ, делать нечего. Не істейсің сен қаңғисың. Өсек айтасың, біреуі бар өтірік айтасың, біреуі бар бұқтаңды жасай, біреуі бар өтірік жылайсың, мені күйеуім ұрса да ұрмаса да ұрды деп, саған зұлымдық жасалмаса да жасалды деп, сен мүләйімген әйел рөлін ойнайсың. Но это все неосознанно. Яғни жахилдіктің сардары неседі сені тартты тозаққа қарай. Көрдіңіздер ма? Субханалла. Әрі қарай айтады, адамның ішінде дейді, адамның внутренний вклад деген болады, адам бір жаны тыныш болады, кейде жаның жай таппай бір мазаң кетеді ғой, иә? Сол жаныңның тыныштығын кетіретін 3 жағдай бар. 3 жағдай. Біріншісі бұл упорно спорщик. Упорно спорит. Біздің әйелдер тоже өздерін доказать еткізеді. Мен дұрыспын, мен жамандық ойлаған жоқпын, мен деген олай ойлаған жоқпын деп, иә? Бұлар упорный спорщиктер. Екінші, ұзаққа созылған қарыз. Ұзаққа созылған қарыз деп отырған, мысалы, қарыз бар кезде біз тыныштық таппаймыз. Қашан қайтарады екен, қайтап тастау керек, жауап тастау керек, ұят болды. Яғни адамның внутренний вклады, яғни тыныштық таппай жатыр. Соны айтады, мына жанның тыныштығы жоқ деп, иә? Ал үшінші дейді, скверный әйел болған кезде ол адамда не жоқ дейді, ішінің жанның тыныштығы болмайды. Яғни үйдегі отырған әйел оның басын көрге сүйрейді. Күйеуінің басын көрге сүйрейді, өмірі мен ақыретін бүлдіреді бұл әйелдер. Абдул-Азиз ибн ар-Рауат рахималла табиғин бізге мынадай бір оқиғаны жеткізеді осы жерде. Коротко аяқтайық. Әрбір әйел ойланар деп ойлаймын. Бір күні дейді, әлгі табиғин айтып жатыр, біз бағанағы қажылыққа бардық дейді, тауып жасауға да қағбаны. Сөйтіп барсақ қағбаның жанында бір шал, екінші шалды өйтіп мойнына асып алған, қағбаны айналып жатыр, тауып жасап. Бірақ төмендегі шал ба, мойнында тағы бір шал бар ғой. Төмендегі шал, мойнында отырған шалды қарға батыр дейді. Сен мені масқара еттің, кішкентай кезіңде мен сені осылай арқалағанмын, үлкен кезде де сені арқалап жүрмін деген сияқты сөздерді айтып, қағбаны тауып жасап жатқанын көреді. Енді мына табиғин естігеннен кейін, енді тауып біткеннен кейін әлгі шалдың қасына келіп сұрайды, иә ата, не жағдай, неге бұлай сен өзіңнің мойнында отырған атаны масқара қылып жатсың халықтың алдында деп. Сөйтсе астында айтады, сен менің мойнымдағы адамды көріп тұрсың ба дейді. Табиғин айтады. Табиғин айтады, иә көріп тұрмын дейді. Бұл менің балам дейді. Мына төмендегі шал айтады, төбеде отырған менің балам дейді. Бірақ дейді, мен бұны кішкентай кезінде тасығам дейді. Кішкентай кезінде баламды мойныма тасығамын дейді. Қазірде мен оны тасып жүрмін дейді. Бұны осындай жағдайға жеткізген, қартықта жасы келмей қартайтқан адам, ол оның үйінде отырған скверный әйелі дейді. Бұл бишара соған сабыр етем деп, осындай бишара жағдайға жетті дейді. Яғни осы жағдайды не деп түсінуге болады? Әйел күйеу не қартайтады, не марқайтады, не өсіреді, не өшіреді. Үйде отырған әйел ол бүкіл нәрсенің көзі, қыздар. Көрдіңіздер ма? Так, бүгінге жеткілікті иншалла. Әрі қарай біз скверный әйелден шығатын фитналарға біз келесі сақта тоқтаймыз, иншалла. Сұрақтар болатын болса, осы жерде қойса болады. Комментарийға жазамыз. Осы жерден жауап беріп аяқтаймыз. Біз ойлаймыз, что осы бір сабақтардан әрбір әйел ойланар, әрбір әйелдің қателігін жөндер. Бұл жерде біреудің минусына ашу емес, мақсат әрбір бір отбасыға көмек беру. Чтобы ол әйел ойлансын, ол әйел отбасындағы кетіп жатқан қателіктерді реттесін. Қолымыздан келгенше жамандықты тыю, адамдарды жақсылыққа шақыру. Әрине, насихатты қабылдайтын жүрек болады, насихатты қабылдамайтын жүрек болады. Бірақ әрбір әйел ойлансын, мен осы амалдарымды жалғастыра берсем, менің ақыретім не болады?
Бұл өмірде ешнәрсе емес. Бұл өмірде айқайлайсың, керісесің, өйтесің, бүйтесің, бір күні өлесің, ал ақыретте өлім жоқ, қыздар. Сондықтан әрбір әйел ойлансын, бұл өмір мен ақырет, иншалла. Так, сұрақ болмаса, иншалла осы жерден аяқтаймыз. Кеуден жұғат ондай нәрсе дейді, ол не нәрсе? Кеуден жұғады, біз оған да келеміз, скверный еркек пенен мұнафиқ еркектердің сипатына. Оған да тоқталамыз. Бірақ әрбір әйел еркектен жұғады екен деп отырмау керек. Мен сізге бірінші сұрақта айтқанмын. Әрбір әйел, үйінде отырғаннан кейін білім ал, біліміңді бөліс күйеуіңменен. Күйеуінің саған да отношениесі өзгереді, сенің өміріңдегі көзқарасың өзгереді. Анадан жұғат, мынадан жұғат, мен емеспін, мен бәріне кінәлі емеспін, неге әйелді ғана кінәлай береді, менің қолымда тұрған нәрсе жоқ қой деген нәрселердің барлығы бұл неден? Білімсіздіктен. Сен егер өзгерсең, қасындағы күйеуің өзгереді. Сен өзгерсең, үйдегі бала өзгереді. Сен өзгерсең, әлем өзгереді. Ал егер адам бәріне мен кінәлі емеспін, әркім өзіне жауап беру керек дейтін болса, ешкім ештеңке өзгермейді, қыздар. Күйеуден де жұғады, күйеу егер оқымайтын болса, қанша мысалы браттар болды кезінде білім талап ететін, лекция өткізетін, бірақ қазір қарасаң олардың ешқайсысы жоқ. Неге? Өйткені үйде отырған әйел оқымайды. Ал қанша сестралар болды білім талап ететін, қазір олар таппайсың. Неге? Отырған еркектен скверный нәрсе жұғады. Сондықтан біз не дейміз? Үйдегі надандыққа шамда әкелетін ол сенсің. Үйдегі нәрсені қайтадан жөндейтін адам ол сенсің. Сондықтан қолыңды түсірмей, біліміңді ал, жалғастыр, оқы, түсіндір, түсінгеніңді күйеуіңе айт, балаларыңа айт. Сол кезде сен мен күйеуінің ортасында әңгіме пайда болады, бір-бірлеріңді сыйлайтын боласыңдар, өйткені білім бар жерде адам бәрібір көтеріледі. Ал егер просто ішіп жеп, ұйықтап, подгузник тамақты айта берді, конечно, еркекті де, ол әйелді де бір-бірін сыйламайды, қыздар. Вот. Сондықтан ойланыңыздар, оқыңыздар, білім алыңыздар, и білімді қарай таратыңыздар. Так, иншалла біз келесі уақытта әйелдерден жұғатын фитналар және скверный әйелдің жасайтын құйтырқылықтары деген тақырыпқа тоқталамыз, и оның жазаларына иншалла. Бұл жерінде көп әйел өзінің сипатын көрер. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ертең 4-ші бөлім сағат 14:00-де, күнде сағат 14:00-де жалғастырамыз, иншалла. Так что кімге пайдасы тиіп жатыр, сол қалып қоймасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.